Мен Түттібаева Әдемхан Ризабекқызы. Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Мұнайшы ауылы номер 5 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Мұғалім жұмысының негізі сабақ болса, сабақ мен үшін шығармашылық іс-әрекет. Бастауыш сыныпта білім алушы әр сабақтан оқу бағдарламасына сәйкес материалды игеріп қана қоймай, жаңаны тануға, ізденуге, өз ойын ашық айтуға, еркін сөйлеуге машықтану керек деп ойлаймын. Кез келген сабақ жоспарлаудан тұрады. Жоспарлау кезінде әр бөлімде нені оқытамын, қандай оқу мақсатына қол жеткіземін, білім алушылар білімді оңай игеру үшін қандай әдіс-тәсілдерді тиімді қолданамын деген ой тұрады. Жақсы балалар, бүгін біздегі психологиялық ахуал, есте сақтау қабілетін дамыту барысында бір мезетте екі қолмен пішіндер, суреттер саламыз. Екі қолмен сурет салғанда балалар мидың екі жақ бөлігінің бірдей дамуы үшін біздерге зейінімізді ары қарай дамытуға өте жақсы екен. Бұл жерде балалар сіздердің креативті ойларың артады, есте сақтау қабілеттерің одан әрі қарай дами түседі. Ендеше алдарыңызда тұрған қағаздағы суреттерді екі қолмен, екі карандашпен бір мезетте жұмыс жасаймыз. Кәнеке, жасап жатырмыз ба балалар? Өте жақсы. Екі қолмен бір мезетте сурет саламыз, пішіндер саламыз, дөңгелек саламыз. Екі қолмен бір мезетте ой жарайсыңдар.